Буаз еліктің туатын сағаты жақындап, өзеннің жағасында, ағаштардың тасасында өзіне жайлы орын тауып тууға дайындалып жатады. Тура сол кезде нөсер жауын басталып, аспанда қатты найзағай ойнайды. Бір кезде алдындағы орманға найзағай түсіп, өрт басталады. Одан қай жаққа қашсам екен деп оң жағына қараса, мылтығын кезеніп оны атуға дайын тұрған аңшыны көреді. Сол жағына қараса, дәу бір арыстанның оны аңдып отырғанын, шабуға дайын екенін көреді. Ал арт жағындағы өзен қолтырауынға тола екенін баяғыдан білетін. Сонда ол қысылтаң жағдайда қалғанын көреді. Не лаулаған өрттің ортасында күл болады, не аш арыстанға жем болады, не аңшыға олжа болады. Яғни, жан-жағы қатерге тола. Ешқайда қашуға мүмкіндік жоғына көзі жеткен ол амалы таусылып, ең болмаса еңлігімді аман-есен туайын, дәл осы сәтте менің қолымнан келетіні осы деген шешімге келеді. Көзін жауып, бар күшін баласын тууға оқталады. Тура сол кезде аңшының маңайына найзағай түседі, қолы қалт кетіп, атқан оғы арыстанды өлтіреді. Үзіліссіз жауған жаңбыр оның алдындағы өртті өшіреді. Еңлігін туып үлгерген елік оны алып, сол жерден қашып, аңшыдан құтылады. Міне, осы еліктің өміріндей біздің де өмірімізде түрлі мәселелер қатар туындауы мүмкін. Кейде өмірден күдер үзетін шақта туындап қалады. Осындай кездерде не кешегі бастан өткен жағдайларды, не әлі болмаған ертеңгі күнді ойлап, сары уайымға салынып, күшімізді бөліп, өзімізді әлсіретпей, бар күш-жігерімізді қолымызда тұрған сәтті өнімді өткізуге жұмылдыру қисынды ғой. Осы сәтті жақсы аяқтасам, кешегі кемшілігімнің орны толады, ертеңгі істеріме негіз қаланады. Сонда ғана тығырықтан шығар алдымыздан жаңа жол ашылады. Әрбір жаңа күн біле білсек, жаңа бір мүмкіндік, бізге берілген сыйлық.